Уақыт қайғы мен ренішті емдейді. Өйткені адам өзгереді. Ол бұрынғыдай емес. Қылмыскер де, ренжіген де басқа адамдарға айналады. Шындығында мен уақытты басқару туралы бірде-бір кітаптан оқыған емеспін. Мақсатың болса, уақытты оқусыз-ақ басқарасың. Уақытты тоқтатар шамаң бар ма? Бәрі өтеді дәуірлер, замандар да. Менің жаным ашиды мына өмірді, өтпейтіндей көретін адамдарға. Уақыт өтеді, бірақ айтылған сөз қалады. Мен тақаған уақытты жақсы көремін. Зуылдаған дыбыстың жанымнан өткені ұнайды. Жоғары лауазым адамды үш нәрсенің, мемлекеттің немесе тақсырдың, жұрт сөзінің және өз ісінің құлы етеді. Ол енді өзіне де, өзінің қылықтарына да, өз уақытына да ие бола алмайды. Уақыт төрт затта жақсы білінеді. Ескі ағаш жанғанда жақсы, ескі вино ішкенде жақсы, ескі дос сенгенде жақсы, ескі автор оқығанда жақсы. Бұл өмірді беріпті ғой азапқа, қызық қуып бос өткізіп азайтпа. Ей көңілім, сыйлық күтпе бұл заманнан қараңғы. Уақыт тозар барлығынан шаң қаптырып адамды. Дертің әр сәт күшейеді, ауырады тынымсыз. Күткенің мен мына уақыт емдемейді жараңды. Әр адам әкесінен бұрын өз уақытының ұрпағы. Ұстаз болу өз уақытын аямау, өзгенің бақытын аялау. Өмірде тек алға ұмтылу керек. Біз тек күресетін адам ғана құнды болатын уақытта өмір сүріп жатырмыз. Оқымысты уақытты жұмыспен өлтіретін жалқау. Сіз жай тұрып суға қарап теңізден өте алмайсыз. Уақытты босқа ысырап етпеңіз. Қызметтің пайдалы болуы уақытты ұтымды пайдаланудан. Уақыт әр адамның еншісіне бұйырған, әрі зая кетіре алмайтын жалғыз капитал. Маған аттар да, кемелер де керек емес. Оларға менің уақытым жоқ. Маған шеберхана керек. Батылдық бұл қорқынышқа уақыт жетіспеген кезде. Адамдардың сыпайгершілікке уақыты жетпейтіндей, өмір соншалықты шолақ емес. Төзім тамаша сипат, бірақ шексіз ұзақ төзуге өмір тым қысқа ғой. Ең қиын үш нәрсе сыр сақтау, қорлықтарды ұмыту және уақытты дұрыс пайдалану. Мадам өмір өте қысқа, бос уақытымыз тіпті аз. Сондықтан біз оны саяз кітаптарды оқумен ысырап етпеуіміз керек. Бүгін уақытымыз жоқ, ертең күшіміз қалмайды. Ал арғы күні өзіңіз болмайсыз. Сондықтан еш нәрсені кейінге қалдырмаңыз. Бәрі де мүмкін, ал мүмкін емес болып көрінетін нәрселерге тек көбірек уақыт керек. Алма ағашын шайқаудың қажеті жоқ. Ол піскеннен кейін өз-ақ түседі. Өмірде бәрі осы секілді, өз орнымен, өз уақытымен болады. Кейде мен өлілерге қатты қызығамын, өйткені олардың бос уақыттары өте көп. Уақыт бәрін алады, соңында қараңғылық қалады. Кейде біз сол қараңғылықта басқаларды табамыз, ал кейде оларды қайтадан сол жерде жоғалтып аламыз. Егер сіз жұмыс уақытыңызды келесі демалысқа қанша сағат және минут қалды деп есептеумен өткізсеңіз, онда сіз ешқашан миллионер бола алмайсыз. Ашулану аз уақытта есуас болу деген сөз. Бизнесте өткен 50 жылдық өмірден түйгенім, егер ерте оянсам, күндік ие болар жетістігім көбірек болады. Демек өмірде де жетістігім көбірек болмақ. Ақша қымбат, адам өмір одан да қымбат, ал уақыт бәрінен қымбат. Оқыптының уақыты мол. Кеңістік пен уақытты, жеңген қандай бақытты, заман соған соғады, даңық деген тақытты. Орны орнына кімді қоймас бұл уақыт. Көрінгеннің сынына құлақ асатын уақытым жоқ. Бос уақытымды тиімді пайдаланғанымның арқасында мен қазір баймын. Өмір ақша мен уақыттың ойынынан тұрады. Суға батқан кезде әдемі жүзіп жүргеніңіз туралы ойлануға уақыт жоқ.
Уақыт ақша. Жақсы мінез бір сәтте емес, ұзақ уақытта қалыптасады. Көргенімді айтып бетіңе таба қылсам, уақыт сенің азғаның. Нақақ айтып күнәға бассам, менің азғаным. Ақша үшін ақша табуға барлық уақытын арнаған адамнан сұмырай және бейшара жанды білмеймін. Күндіз түні жұмыс істеген адамның ақша табуға уақыты жоқ. Ол ұзақ уақыт бойы не болғанын ойлайды. Көп ұзамай ол өз ойларын басқаларға уағыздай бастады. Кедейлік сіздің барлық уақытыңызды алады. Ол сол үшін жаман. Уақытты таңдамайды, онда өмір сүреді. Уақытты бағалаңыздар, күндер келмеске кетіп жатыр. Кеңестікте айна қандай рол атқарса, сағат уақыт үшін сондай рол атқарады. Мен ешқашан бірде-бір ойыннан ұтылған емеспін. Менде уақыт болмады. Уақыт бәріне емші, бірақ сенің бақытыңды көре алмайтындар соқыр немесе іші тар адамдар. Уақыт бәрін өз қарамағына алып, кімнің ақ, кімнің қара екенін шешіп береді. Таңертең тұрған соң сол күнге тиесілі жазуыңызды жаздыңыз. Содан соң барлық хатқа жауап бердіңіз. Енді екі қолыңыз алдыңызға сыймай ерігіп отырсыз. Ішіңіз пыса бастады. Міне, бұны махаббатқа арналған уақыт дейміз. Уақыт машинасы әрқайсымызда бар. Өткен шаққа естелік, болашаққа арман апарады. Еске алудың өзі ағашқа ұқсайды. Ол уақыт өте келе тамыр алады. Және онымен бірге өседі. Барған сайын керемет болады. Күнделік уақытың қалай өссе, өмірің солай. Үлкен пышақ ұялғаннан өтеді. Айтылмаған шер мұңлы, уақыты өткен сөз мұңлы. Ей адам, бұл күндер міндетті түрде өтеді, тіпті басым бөлігі өтіп кетті. Онда еш болмаса қалған өміріңнің қадірін біл. Дүние тану, білімге талпыну, әрбір адамның есейген дәуірінен аңсап қараған түбегейлі ісінің бірі болып келеді. Егер бұл талпыну болмаса, әрбір адам білімге, еңбекке үңіле қарамас. Ақымақ уақытты қалай тез өткізуді ойлайды. Ақылды адам уақытты қалай тез пайдалануды ойлайды.